Үшінші тоқсан, 10-шы сынып, Қазақстан тарихы, номері 2-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы Түркі империясы көшпенділер мемлекетінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. Мақсаты: Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіру, деректерді талдау негізінде түркі мемлекеттерінің дамуын зерттеу, мемлекет құрылысындағы сабақтастықты анықтау, ерте және дамыған орта ғасырлардағы түркі мемлекеттерінің геосаяси белсенділігін сипаттау, түркі әлемінің қалыптасуы мен дамуындағы түркі империясының рөлін бағалау. Құрметті оқушылар, суреттен көріп тұрғандай, алаш жазуы және қазақ халқының шаңырағы, ортадағы қыран бүркіт рухани жаңғырудың белгісі. Одан кейінгі суретте байрақ. Бұл ұлы түрік империясы ұстаған байрақтардың суреті. Яғни бұл жерде түркі империясының көк бөрінің басы ілінген байрақ. Бұл жерде бөрілік, яғни түркілер бөріге сенетін, өздерінің шығу терін бөріге байланыстырады. Ал мына жерде қандай байланыс көріп тұрсыздар? Суретте, яғни бөрінің қасындағы бала және бөріне емген екі балалар. Суреттер немен тығыз байланысты? Суретте кімдер бейнеленген және қандай қарамайшылықтар бар? Ал бұл суреттің сабақ тақырыбымен қандай байланысы бар? Бағалау критерийлері. 6-9 ғасырларда кем дегенде 4 орта ғасырлық мемлекеттердің олардың өмір сүрген жылдарын, территориясын, негізгі қалаушылар мен билеушілердің кестеде жүйелі түрде айқындай алады. Батыс түрік, түргеш және қарлы-қағаш қағанаттарының территориясы мен астанасын контур картадан жүйелі айқындай алады. Бумин, Үшілік және Сұлу қағандарының сыртқы саясатына баға бере алады. Көне түрік жазбаларының тарихи маңыздылығын зерттей алады. Құрметті оқушылар, астыңғы суретте ұлттық теңгелеріміз, валютамыз бейнеленген. Ұлттық валютамызда өзіміздің сол көне түрікке байланысты, яғни рухани мәдени құндылықтарымыз салынған. Оқушылар, сонымен қатар рухани құндылықтарымыздың бірі мына суретте көне түрікше жазылған күлтегін жазуы. Құрметті оқушылар, сіздерге түсінікті болу үшін 6-7 сыныпта өткен тақырыпты қайтадан шолу жасайық. Яғни түрік қағанаты ғұндардан кейінгі екінші үлкен держава болды. Түрік қағанатының құрылуы 552 жылы құрылды. Құрылу себебі Жужан сияқты үлкен мемлекетпен қырқысудың арқасында түрік қағанаты пайда болды. Яғни жужандардың қол астында мемлекеттің бірі болды. Жужандар оларға қысым көрсете бастағандықтан түрік қағанаты, яғни теле деген тайпалар оларға қарсы шығады. Жужандардың қағаны Анағұй қағанды түріктер 552 жылы, яғни Мөде қаған басып алып, Анағұйдың басын алып, жужандарды жер бетінен жойып, Анағұй қаған өзінің түрік қағанатының алғашқы қағаны деп жариялайды. Ал енді аңыздарға сүйенетін болсақ, құрметті оқушылар, мына сабақтың басында байраққа бейнеленген бөрінің басы көрдіңдер. Бөрінің бейнесі жалпы көк түріктердің көк бөріден шыққанын білдіреді. Яғни ерте заманда түріктің кішкентай ауылын жужандар жаулап алған екен. Содан жужандар түріктерді қырып жойып, ішінде жаңа жаңғыз бала ғана қалады екен. Бала қаңып орманның ішінде жүргенде оны бөрілер асырап алады екен. Ұрғашы бөрі, яғни оны баласы сияқты өзіне бөлтіріктерімен қатар емізіп, соны асырайды екен. Сөйтіп, ол бөрі өскеннен кейін, жаңағы бөрілермен өскеннен кейін ер жігіт болып, үлкен батыр болып, жужандарды жаулап алып, өзінің мемлекетін құрады. Ол аңыз бойынша Ашина тайпасы болады. Ашина деген сөз бөріден, қасқырдан шыққан деген сөз. Құрметті оқушылар, енді бірінші тапсырма. Бірінші бағанада мемлекет атауын жазыңыздар. Өмір сүрген жылдары, территориясы, астанасы, орталығы, негізгі қалаушы және билеуші, яғни қағандарын жазасыздар. Дескрипторлар. 6-9 ғасырларда мемлекеттерді, олардың өмір сүрген жылдары, территориясын, негізгі қалаушылар мен билеушілердің кестеде жүйелі түрде көрсетілген. Соны көрсетіп айқындайды. Орта ғасырларда өмір сүрген мемлекеттердің өзара сабақтастығын ажырата көрсетеді. Келесі тапсырма мәтінмен жұмыс. Бумин қаған түрік қағанатының негізін қай жылы қалады? Екінші сұрақ. Түріктер Буминді қалай атады? Үшінші сұрақ.
батыс түрік қағанатының тон қаған қай жылдары биледі? Тон жабуы қаған сыртқы саясатын айтып беріңіз. 5-ші жауап. Үшілік қаған түргеш мемлекетін неше әкімшілік аймаққа бөлді? 6-шы сұрақ. Үшілік қаған қандай жағдайды пайдаланып Қытайды өзіне мойындатты? 7-ші сұрақ. Сұлу қағанның жүргізген саясатын сипаттап беріңіз. Және 8-ші сұрақ. Сұлу қаған қалай қайтыс болды? Түрік қағанатының ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, түрік қағанатының территориясы қазіргі Қазақстан территориясымен бірдей болды. Енді олардың шекаралас аумақтарында, яғни түркештер, батыс түрік, Қытай, арабтар, соғдылар, ұйғырлар, қарлықтар өмір сүрді. Енді жаңа айта кететіндей, түрік қағанаты тарихта несімен аты қалды? Түрік қағанатының кезінде Ұлы Жібек жолы қатты дамыды. Түрік қағанаты осы Ұлы Жібек жолына басшылық істеп, яғни Византиямен тығыз қарым-қатынастарда, Рим империясымен, яғни өздері шығыста Қытаймен де тығыз қарым-қатынастарда, ал бірақ Қытайлар түріктерге вассал ретінде алым-салық төлеп тұрды. Түрік қағанатының әскери мемлекет ретінде алар орны өте бөлек. Түрік қағанаты сонымен қатар көшпенді мемлекет бола тұра, олардың өздерінің қалалары болды. Түрік қағанатының құрамында қарлықтар, түркештер, қыпшақтар, қимақтар, ұйғырлар өмір сүрді. Түрік қағанаты кейін келе 603 жылы батыс түрік және шығыс түрік болып екіге бөлінді. Батыс түріктен кейін 74 жылдары түркеш қағанаты бөлініп шықты. Түркеш қағанатынан қарлық қағанаты бөлініп шықты. Қарлықтан Қарахан мемлекеті бөлініп шықты. Осылай Қарахан қарлық мемлекетінің тұстарында қимақтар, оғыздар, ұйғырлар бөлініп шықты. Айта берсек, түрік қағанатының жаңағыдай әскери державасы өте мықтылығы сондай, олар жаңағы Византия империясымен, яғни әскери қарым-қатынаста болды. Құрметті оқушылар, егер сіздер түрік қағанаты туралы толық мағлұмат алатын болсаңыздар, онлайн мектептегі, яғни білім ленттегі видеороликтерге назар аударып болады. Немесе YouTube желісіндегі түрік қағанатының құрылуы, түрік империясының қазіргі таңда ғалымдардың көзқарасы туралы бейнероликтерді тамашалауға болады. Осы жалпы қазақ елі, Қазақстан, түркі мемлекеттерінің отаны болып, тарихи отаны болып есептелінеді. Яғни қара шаңырақтың иесі қазақ елі болғандықтан түріктердің отаны болып есептелінеді. Сонымен қатар Қазақстаннан, яғни түркі мемлекеттер бөліп шыққан қазіргі таңдағы түркі тектес мемлекеттер Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, қазіргі таңдағы Түркия мемлекеттері болады. Қазақ елінің жалпы Тұран ойпаты, Тұран одағы, ұлы дала делі жаңағыдай жалпы мәдени іс-шаралардың барлығы да түрік қағанатымен белгілі болғандықтан, байланысты болғандықтан, ұлы дала жаңағы мәдени іс-шаралары өткізілуі, сонымен қатар жаңағы елбасымыздың ұлы даланың жеті қырының жазып кетілуі, ұлы даланың жеті қырының айтылуы, осы біздің қазақ жерінде өмір сүрген түрік тектес тайпалардың өмір сүруіне тығыз байланысты, яғни тарихымен тығыз байланысты болған. Біз ұлы даланың ұрпақтарымыз, құрметті оқушылар. Әрқашанда өзіміздің бабамыздың, өзіміздің шығу тегімізді естеріңізде сақтаған жөн. Бұрынғы бабаларымыз айтып кеткендей, біз болашаққа бағдар жасамай, өткенімізге көз жүгірте алмаймыз. Өткенімізге көз жүгіртіп барып, болашаққа бағдар жасай аламыз. Сондықтан өз тарихымызды білгеніміз дұрыс.